Бір қазақтың қызы тұрмысқа шыққаннан кейін енесімен аралары жақсы болмай қайта-қайта ұрсып қала бергеннен кейін осы ауылда бір жақсы молданың барын естіп, сол молдаға барып, енесімен аралары жақсы емес екендігін және енесінен тезірек құтылғысы келетіндігін айтып, бір дәрі жасап беруіне өтініш жасайды. Бұл келіннің сыртынан танып жүрген, біліп жүрген молда ауылға көкірек деген аты шыққандығын және енесінің ауылға сыйлы ана екендігін ескеріп, ұзақ ойланып бір дәрі жасап береді. Бұл дәрі 2-7-ге жетеді, күніне 3 рет бересің. Әр дәріні беріп жүрген кезіңде енеңе қарым-қатынасыңды жақсартпасаң, жақсы сөз сөйлеп, жылы сөйлемейтін болсаң, бұл дәрі енеңнің бойына дарымайды. Сондықтан енеңнен қаншалықты құтылғың келсе, соншалықты құрметіңді күшейт. Таусылса тағы да келесің, тағы да жасап беремін деп беріп жібереді. Келін үйге келгеннен кейін молданың барлық айтқандарын екі етпей орындап, 2-7-ден кейін қайта молдаға барып, маған осы дәрінің 3-4-еуін жасап беріңізші деп сұрайды. Сонда молда неге 3-4-еу? Әсер етпей жатыр ма деп сұраған кезде, жоқ, әсер еткенде қандай әсер етті? Енем өзгерді, жақсы жағына өзгерді. Енді мен енемді өлімге қимаймын. Бұл дәріні мен өзімнің жеңгелеріме апарып бергім келеді деген кезде молда өзінің ниеті іске асқандығын қуанып, көрдің бе қызым, адам өзі өзгермей біреуді өзгерте алмайды. Сенің енең өзгерген жоқ, сен өзгердің. Енең ауылға өте үлгілі, үлкендердің сөзін бөлмейтін, үлкендердің алдын кеспейтін, үлкендерге сәлемі түзу ана еді. Сен өзіңді өзгерткеннен кейін, тіліңді, ісіңді өзгерткеннен кейін енеңнің жақсылығын көре бастадың. Тек енеңнің ғана емес, сен өмірдің жақсылығын да көресің әлі деп бақытты болуларына батасын беріп жіберген екен. Біздің қазақта жақсы мақал бар: жат мінезді адамнан жаныңдағы ит артық деген. Сондықтан бауырлар, қандай мінезді болсақ та, қандай адам болсақ та, адамдығымыздан айнымайықшы.